Сәлеметсіздер ме оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы климат пен табиғат, шылаулардың жазылу емлесі. Оқу мақсатына тоқталатын болсақ, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу. Жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу. Климат аймақта ұзақ уақыт бойы орныққан атмосфералық күйлерге жатады. Климат әркелкі климаттық белдеулер жасай отырып, бүкіл әлем бойынша өзгереді. Осы өзгерістерді туғызатын көптеген факторлар бар. Ендік, экватордан солтүстік немесе оңтүстікке қарай орналасқан аймақтар. Ол климаттың қалыптасуында аса маңызды рөл атқарады. Күннің полюстерге қарағанда экваторды қаттырақ қыздыратыны жердің дөңгелек болып келуінен. Нәтижесінде сіз экваторға жақындаған сайын ауа райы жыли түседі. Бірақ ғаламшарымызда топырақ пен атмосферадағы жылуды қосып есептегеннің өзінде су құрамындағы жылу одан жоғары болады. Жер бетінің 70% алып жатқан су күн жылуын бойына сіңіріп, оны тиімді сақтайды. Ауа экваторда тігінен көтеріліп, үлкен 6 ғаламдық жел торы айналымын бастайды. Су үстінде пайда болған жел ылғалды болады, ал құрлықта туындайтын жел құрғақтау болады. Бұл дегеніміз жел бүкіл әлем бойынша жылу мен ылғалды тасымалдап жүріп, жергілікті климатты тұрақтандырады. Климаттағы жағдайлардың көбісі табиғат әсерінен болады. Бірақ климатқа адамдар да ықпал етуі мүмкін. Адамдар табиғи су ағынының бағытын өзгерткенде және жер атмосферасына соққы берген кезде климатқа кері әсер береді. Мұндай күрделі табиғи және адами факторлар ұзақ мерзімді атмосфералық жағдайларды өзгертіп жібереді. Жер шарын сипаттайтын әркелкі климаттық белдеулер түзеді. Бейнероликті көріп, климат туралы түсінігімізді қалыптастырсақ, шылаулардың жазылу емлесіне тоқталайық. Шылаулардың көпшілігі өздері байланысатын сөздерден бөлек жазылады және кейбіреуі дипис арқылы жазылады. Және, мен, бен, пен шылаулары бірыңғай мүшелер мен ыңғайлас мәнді сөйлемдерді байланыстырып, қайталанбай қолданылады. Мысалы, алыс пен жақынды жортқан білер. Жортанбай, дулат пенен бұқар жырау, бірінің сөзі жамау, бірі құрау. Да, де, та, те шылауы өзі қатысты сөздің соңғы дыбысына қарай үндестік заңы бойынша бірде да, бірде де, бірде та, бірде те болып жалғанады. Мысалы, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан. Толқында, ағыста, күшейген. Ма, ме, ба, бе, па, пе демеулік шылаулы сөйлемге сұрау мәнін үстеп, сұраулы сөйлем жасаудың бір жолы болып табылады да, өзі тіркескен сөзден бөлек жазылады. Мысалы, ақын аты ақын ба, құрғақ сөзбен мақтаса. Ерте ме, кеш пе, пайдаға ма, зиянға ма, сен де барыңды бересің. Өзінің алдындағы сөздің белгілі бір септік жалғауында тұруын қажет ететін шылаулардың түрін септеулік шылаулар дейді. Мысалы, жөнінде, үшін, сайын, таман, дейін, соң, кейін, бұрын, әрі, бері, гөрі деген сөздерді септеулік шылаулар дейміз. Тілімізде ақ, ай, ау, мыс, міс, ды демеулік шылаулары өзінен бұрын тұрған сөзбен дипис арқылы жазылады. Мысалы, өзің ақ бар, күннің суығын-ай, осындай көп хабарға қанып келгенді. Оқушылар, шылаулар туралы теориялық ақпаратымызды практикада жүзеге асыру үшін төмендегі оқу тапсырмасын орындайық. Шылаулары орфографиялық нормаға сай жазылған табиғат туралы 5 сөйлем жазыңыз. Сабақтың соңында рефлексия жасаймыз. Мен,
үйрендім, маған түсінуге қиын болды.